Hürmetli bilim aluşlar, biz endi 12-chi haftaдағы сабағымызды тақырыбы былай деп екенін хабарлап өтіп келеді. 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанда жүргізілген кеңестік реформалардың қайшылықтары мен салдарлары. 20-шы ғасырдың екінші жартысы бұл 1950 жылдан бері қарай басталады. Өткен сабақтарда айтып кеттік. Отан соғысындағы жеңістен кейін халық шаруашылығын қалпына келтіру деген үлкен саясат болды. Сол саясаттың барысында 50-ші жылға дейін елдің жағдайы дұрысталған сияқтанды. Дегенменен елде әлі күнге дейін азық-түлік тапшылығы деген мәселе шешілмеді. Сол сияқты өндірістің, экономиканың дамуы деген нәрселер тағы да кешеуілдеп жатты. Осындай кезде 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы ең басты оқиға ол Сталиннің қайтыс болып елде мемлекеттік биліктің ауысуымен ерекшеленеді. Осы мемлекеттік биліктің ауысуының барысында біздерге ең басты мәселе тоталитарлық жүйенің іргесі сетінеді дегендей мәселе айтуымыз керек. Демек, Сталиннің қайтыс болуымен елде саяси өзгерістер басталды. Сол саяси өзгерістердің ең бастысы 20-30 жылдардағы саяси қуғын-сүргін мәселесі. Міне 1954 жылы билік басына келген Никита Сергеевич Хрущев деген қайраткер КОКП-ның 20-шы съезі деген әйгілі съезде жеке басқа табыну және оның зардаптарын жою туралы үлкен баяндама жасады. Осы баяндамасына сәйкес тиісті шаралар қабылданды. Соның барысында саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау процесі басталды. Бұл жерде Хрущевтің өзі тікелей сол саяси қуғын-сүргінді ұйымдастырушы, іске асырушы тұлғалардың бірі болғандығы үшін бұл мәселені соңына дейін алып бармады. Мысалы, 56, 57, 58 жылдары миллиондаған адам құқықтық тұрғыда ақталды. Ал бірақ олардың саяси тұрғыда ақталуы кейінге қалды. Міне осы кезде ақталған алғашқы қатарлы қайраткерлерді айтайын мен. Мысалы, Ильяс, Сәкен, Бейімбет сияқты үш мәдениет қызметкері, жазушымыз, ақынымыз ақталды. Басқа адамдармен бірге. Олардың шығармашылығы мектептің оқулықтарына енгізіліп, кеңінен насихатталды. Ал осы жылдары қаншама ақындар, жазушылар ақталған, қайраткерлер ақталған. Бұлар құқықтық тұрғыда ғана ақталып қоя салды. Ал олар саяси тұрғыда ақталып, елдің тарихынан өз орнын алуы тиіс еді, ол іске аспай қалды. Кімдер? Мысалы, 57-58 жылдары Қазақстанның мықты қайраткерлері Нәзір Төреқұлов, Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов, Жанша Халел Досмұхамедовтер, Нұрмақов, Садуақасов, тағысындар көптеген қайраткерлеріміз құқықтық тұрғыда ақталғанымен саяси тұрғыда ақталмады. Олардың өмірі қызметі оқытылмады, мектеп оқулықтарына енген жоқ. Міне бұл жаңағы жеке басқа табынудың зардаптарын жоюдың соңына дейін іске асырылмағандығы, яғни орта жолда тоқтап қалғандығы, жанкеш сипатта іске асырылғандығының бір мысалы. Енді осы Никита Сергеевич Хрущевтің билігі кезеңі, жылымық кезеңі, немесе Хрущев декадасы деп айтылады. Декада дегеніміз Хрущевтің
54-64 жылдардағы 10 жыл билігі ғой. Ал жылымық деген не? Жылымық деген өздерің қалай түсінесіздер? Жылымық қандай нені білдіреді? Орысшасы оттепель. Ал қазақша ұғым жылымық деген ұғым. Орыстың бір суретшісі бар. Жылымық деген картинасы бар. Сол жылымық деген картинада бір бала менен қыз оранып алған, біріне қолынан жетектеп қырдың басында тұр. Су ағып жатыр. Су еріп жатыр, қар еріп жатыр. Сол қар ерген жерде бәйшешек бір жарып тұр. Қар қыстың белгісі, бәйшешек көктемнің белгісі. Ал қардың еріп, жылға болып, су болып ағып жатқаны, міне бұл күннің жылына бастағандығы деген сөз. Жылымық дегенді осындай картинамен берген. Міне осы Хрущевтің осы кездегі жылымық деген әңгімесі, жылымық деп аталуы, осындай қатып, сеніп қалған, қатал, қуғын-сүргінге негізделген саясаттың өз тоңы жібіп, өзгеріс басталды дегенді білдіретін. Бірақ бұл жылымық көпке ұзамады. Жақсы, енді 1964 жылы Хрущев волюнтаристік саясат жүргізгендігі үшін тағы себептерменен қызметінен еріксіз түрде босатылды. Ал Хрущевтің жүргізген реформалары өте көп еді. Ол ойластырылмаған реформалар. Мысалы, тың және тыңайған жерлерді игеру деген нәрсені көбіне Хрущевпенен байланыстырамыз. Шын мәнінде бұл тың және тыңайған жерлерді игеру одан бұрын жоспарластырылған мәселе. Хрущев осы тың және тыңайған жерлерді игеру арқылы елімізді азық-түлік тапшылығынан шығарамын деп ойлады. Міне осындай әдемі саясаттың астарында үлкен бір шовинистік пиғылдар жатты. Мысалы, Қазақстанға осы кезде миллиондап қоныстанушылар келді. Оларды 20 ғасырдың бас кезінде қоныстанушылар дейтін болсақ, бұл кезде тың игерушілер дейміз. Сол тың игерушілердің қатары кімдер? Мысалы, жүздеген, мыңдаған концлагерлерден қаншама адамдар босатылды. Сол босатылған адамдар оларға Ресейдің орталық қалаларында тұруға рұқсат жоқ. Сондықтан оларды Қазақстанға тоғытып айдады. Комсомол жастар дегенді айтады, басқаларды айтады. Сөйтіп қазақ жерінде бас-аяғы бір 5-6 жылдың ішінде миллиондаған өзге ұлттың өкілдері топырлап келді. Қазақстанның саяси картасы, территориялық атаулары, ономастикасы мүлдем шұбарланды. Мысалы, Астрахан облысынан келгендер бір совхоз болып совхоз құрды. Совхоздың аты Астраханский, Волгоградский, Новгородский деген сияқты совхоздар көбейді. Ал бұл совхоздар үлкейді, ол жерге мектеп, орта мектеп салынды. Ал іргесінде тұрған қазақтың ауылы, оның мектебі жабылды, ол жерге мектеп салынған жоқ. Сөйтіп, сол орыс мектебіне келіп оқуға мәжбүр болды. Міне осы кезде біздің Қазақстанда 600 қазақ мектебі жабылды дейміз. Неге жабылды? Оның себебі қазақтарды жаппай орыстандыру саясаты. Ал дәл осы кезде мына көршілес Өзбекстанда 700 қазақ мектебі жұмыс істеп тұрды. Өзбекстанда 700 қазақ мектебі жұмыс істеп тұрды. Қазақстанда 600 қазақ мектебі жабылды. Міне осылайша тың және тыңайған жерлерді игерудің жетістігімен бірге оның ауыр салдарлары, қарама-қайшылықтары да орын алды.
ол қарама қайшылықтың ең бастысы не? Бірінші экологиялық зардаптар, екіншісі демографиялық апат. Ашаршылық кезінде демографиялық апат халықтың тең жартысын аштықпенен қырып салған болса, тың игеру кезіндегі демографиялық апат қазақты тілінен, дінінен, салт дәстүрінен айырып оларды ассимиляциялап жіберді. Осындай кезде Хрущевтің айтқан мынадай бір ойы бар. Біз неғұрлым орыс тілін тез үйренсек, біз соғұрлым коммунизмге ертерек жетеміз деді. Міне, осы идеяға мағұр болған қаншама аталарымыз өзінің балаларын, немерелерін қолынан жетектеп отырып, орыс мектебіне алып барды. Орысша біл балам, орысша білсең адам боласың. Орысша білмесең шабан боласың. Міне, осылайша қазақ жерінде қазақтарымыз, өзіміздің халқымыз 1959 жыл санақта 29% болып қалдық. 29% қазақ қалдық. Енді сәл ары кетсек, біз өзіміздің ұлттығымыздан айырыламыз. Міне, Хрущев осындай себептерменен биліктен кетті. Енді Москвада Новоселичье кладбище деген бар. Сол жерде үлкен қайраткерлік салынған. Мен сонда бір барғанымда Хрущевтің зиратын көрдім. Оны зиярат етейін дегенім жоқ. Оның басына қойылған ескерткіш белгіні өз көзіммен көрейін дедім. Хрущев өлгеннен кейін балалары сол кездегі ең мықты скульптордың біреуі неизвестныйға біздің әкеміздің басына ескерткіш жасап беріңіз дегенде, мақұл жасап берейін, бірақ менің еркіме қол сұқпаңдар дейді. Содан жаңағы ескерткішті көрдік. Хрущевтің тек басы ғана тұр, ал желкесі қылышпен шапқандай шот түйіп тұр. Ал беті жартысы ақ, жартысы қара, мрамор. Бұл нені білдіреді? Хрущевтің қайшылықты тұлға екендігін білдірсе, екінші, Хрущевтің биліктен өз еркімен емес, күштеп кеткендігін танытады. Жақсы. Енді Хрущев кеткеннен кейін билікке Леонид Ильич Брежнев деген келді. Леонид Ильич Брежневтің кезі өз 17 жыл мемлекет басқарды. Ал енді осы кезеңді қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман деп ойлап қалады. Шын мәнінде солай ма? Шын мәнінде кімнің Брежневтің билігі кезеңі Қазақстанның экономикасының өрлеуден бұрын стагнация кезеңіне тап болды. Бұл кезеңді біздің әдебиетте тоқырау кезеңі деп айтамыз. Тоқырау кезеңінде үлкен мәселелер болды. Енді халықтық фольклорда мынадай бір анекдот бар. Мемлекет басшыларының әрекетіне берілген сипаттама. Бірінші, Ленин билік жасап отыр. Пойызбенен жолға шыққан саяси бюро мүшелері спецвагонда отыр. Сөйтсе, ақ гвардияшылар темір жолдың ішпалдарын шашып тастапты. Сонда Ленин түсе қалып, давайте, товарищи, будем организовать субботник деп, ішпалды көтеріп, орнына қойып, темір жол төсеп, арғай зу өтіп кетіпті. Енді Сталиннің дәуірі келеді. Сталин де сол жолмен келе жатыр екен. Енді бұл жолы байлар мен кулактар темір жолды тағы да шашып тастапты. Сосын темір жол халық комиссарын шақырып алып, өзіне сол ішпалды төсеттіріп, сосын өзін атып тастап, ары қарай кете беріпті. Енді Хрущевтің кезінде не болғанын оны айтпайды, Брежневке бірден келеді.
Брежневтің саяси бюросы сол пойызбенен сол жолменен келе жатыр екен. Енді алкаштар шпалды сатып жіберіпті, рельсті металлоломға өткізіп жіберіпті.